Сәлем достар, құрметті көрермендер, біздің ЕРМ парақшамыздың емделушілеріміз, біздің пациенттер, бүгін менің тікелей эфиріме қош келдіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі тікелей эфирді тыңдауға дайынсыздар ма? Мені жақсы естісеңіздер, бір белгі беріп қойыңыздар. Бүгінгі жалпы тікелей эфир ол квотаға пациенттерді іріктеу. Сіздерден көптеген сұрақтарыңызды алып жатырмыз күнделікті. Квотаны қалай аламыз, қалай кезекке тұрамыз, оны кім береді деген сияқты сіздерден көптеген сұрақтарыңызды дайрект, WhatsApp арқылы және приемға да келіп жатырсыздар. Соның бәрін алып жатырмыз. Сондықтан сіздердің көпшілік емдеушілеріміздің ұсынысы бойынша бүгін сіздерге арнайы тікелей эфирді осы квотаға арнап жүргізуді жөн көріп отырмыз. Менің есімім Қосетова Берікболқызы, көпшіліктеріңіз білетін шығарсыздар, танитын шығарсыздар. Мен осы ЕРМ емханамыздың репродуктолог хирург дәрігері болып табыламын. Жалпы биыл президентіміздің жолдауы бойынша аңсаған сәби атты бағдарламаны ұсынуды жөн көріп, біздің Қазақстан азаматтарына ерлі-зайыптыларға 7000 квотаны беруді ұсынып отыр. Ол дегеніміз өте жақсы көмек біздің халқымызға, бедеулігі бар ерлі-зайыптыларға көптеген осындай көмек ұсынып отыр. Себебі Қазақстан елінде, біздің елімізде әр 6-шы жанұя осы бедеулікке байланысты сәби сүйе алмағандықтан ажырасуға дейін барады екен. Себебінің бірі осы бедеулікке байланысты. Сондықтан бақытты жанұяларымыз көбейсін, сәбилі отбасылар көбейсін деген сияқты осындай үлкен мақсатпен 7000 квота беруді ұсынып отыр биыл. Ал осы 7000 квотаны қалай біз сіздерге береміз, қалай оған іріктеу жүргізіледі, квотаға қалай кезекке тұрасыздар, кім оны береді, қандай диагнозбен оны алу керек, қандай біздің ерлі-зайыптылар оны алуға қандай мүмкіндік болу керек сіздерде. Сондықтан жалпы бүгін сіздер тікелей эфирдің соңына дейін сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар, мен міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Бірінші, осы 7000 квотаға іріктейтін біз емдеушілеріміз кімдер болу керек? Ол бірнеше жылдар бойы бедеулігі бар. Мысалы, бірінші ол түтіктік перитониальдық факторымен бедеулікпен келген ерлі-зайыптыларымыз үміткер болады. Ол қандай? Міндетті түрде жатыр түтікшелерінің өткізгіштігі болмау керек. Немесе белгілі бір қабыну процесіне гидросальпинске, сактосальпинске байланысты жатыр түтікшелерінен айырылған жандарымыз. Немесе жатырдан тыс жүктілік болып анамнезінде жатыр түтікшелерінен айырылған операция кезінде алынып тасталынған болса, жатыр түтікшелері мүлдем болмаған жағдайда біз осы түтіктік немесе жабыспалы процесстер болса, бір рет мысалы лапароскопиялық операция жасалынды, бірақ оған қарамастан бедеулік ары қарай жалғасуда. Жүктілік болмаған жағдайда біз түтіктік перитониальдық фактормен осы диагнозбен сіздер квотаға іліне аласыздар, үміткер бола аласыздар. Және екінші фактор, ол ерлер бедеулігінің ауыр факторы кезінде, олигоастена тератозооспермия кезінде біздің ерлі-зайыптыларымыз осы ерлер бедеулігі факторы бойынша квотаға үміткер болып саналады.
Және осы 2021 жылға дейін жылына 1000 ғана квота берілген болса, ал биыл 7 есе квота бөлініп отыр ғой, яғни 7000 есе. Соған орай, яғни бедеуліктің өзінің көрсеткіштері де кеңейіп, квота алу мүмкіндіктеріңіз кеңейіп жатыр қазір биылғы таңда. Ол биылға дейін егер түтіктік перитониальдық бірінші фактор және ерлер факторы бойынша квотаға ілінген болатын болса, ал биыл түтіктік перитониальдық ерлер бедеулігіне қосылды осы эндокриндік фактор, идиопатиялық фактор және цервикальды фактормен де біздің қыз-келіншектеріміз үміткер бола алады. Және эндокриндікке тоқталсақ, эндокриндік фактор дегеніміз не? Ол поликистозы, мультифолликулярлы аналық бездері бар осы қыз-келіншектеріміз үміткер болады. Мүлдем овуляциясы болмаған жағдайда, бір рет стимуляция беріп көрдік, екінші рет, бірақ стимуляция беріп көргенмен, мысалы, кейбір қыз-келіншектеріміз бірнеше рет ВМИ жасап, инсеминация жасап көрген жандарымыз да бар, бірақ бедеулік әрі қарай жалғасуда, ешқандай мысалы жүктілік пайда болмаған жағдайда біздің қыз-келіншектеріміз осы эндокриндік фактормен, яғни поликистозбен үміткер болады. Және идиопатиялық дейміз. Ол қандай? Белгісіз генезді бедеулік кезінде. Белгісіз генезді бедеулік ол, мысалы, ерлі-зайыптылардың анализдері бәрі жақсы. Жатыр түтікшеңіз өтімді. Ешқандай қабыну процесі, жабыспалы процестер жоқ дейміз. МСГ немесе гистеросальпингография жасау барысында сіздердің жатыр түтікшелеріңіз өткізгіштігі жақсы. Ерлеріңіздің спермограммасының көрсеткіші өте жақсы, мысалы, қозғалғыштығы дейміз, морфологиясы дейміз, жалпы көлемі дейміз, барлығы қалыпты. Бірақ бедеулік жалғасуда. 5 жыл, 10 жыл болған жағдайда, мысалы, белгісіз генезді идиопатиялық бедеулік қойылады. Осындай диагнозбен де сіздер үміткер бола аласыздар. Және де цервикальды канал дейміз, цервикальды каналдық фактор бойынша, мысалы, овуляция кезінде цервикальды каналдан шырыш бөлінеді ғой. Сол шырыш бөлінген жағдайда сіздің еріңіздің спермасы әрі қарай жатырға өте алмаған жағдайда, немесе қарыма қайшы, мысалы, қозғалғыштығын төмендететін болатын болса, осындай жағдайда сіздер үміткер бола аласыздар. Мысалы, бір рет инсеминация жасап, екінші рет, бірақ ешқандай пайдасы болмаған жағдайда сіздер әрине үміткер бола аласыздар квотаға. Және енді басты мен сіздерге айтып кеттім, бірінші түтіктік перитониальдық фактор болса, екінші ерлер бедеулігінің ауыр нысандары, олигостенотератозоспермия болса, үшіншіде эндокриндік фактормен, төртінші идиопатиялық, яғни бесінші цервикальды каналдық бедеулік болса да сіздер үміткер бола аласыздар. Биылға тек қана ол бұрында берілген жоқ, биылға да берілмеді, ерлер бедеулігінің өте ауыр түрінде азоспермия. Мысалы, ерлер шәуетінде мүлдем спермасының болмауы кезінде, азоспермия, мысалы, криптозоспермия дейміз. Бұндай жағдайда ерлі-зайыптыларымыз квотаға іліне алмайды, өкінішке орай. Және де квотаға сіздер қашан, мысалы, іліне аласыз? Жылына бір рет Қазақстан азаматтары іліне алады квотаға. Және осы биылға дейін міндетті түрде ЗАГСте тұрған ерлі-зайыптылар болатын болса, ал биыл 2021 жылы сіздерге кішкене жеңілдікпен қарап, яғни комиссия ондай шешімді, мысалы, ЗАГС міндетті емес, тек қана нотариальдық түрде, мысалы, юристердің мысалы, рұқсатмен сіздердің
еріңіздің мысалы рұқсаты болса, осы балаларға қамқор боламын, ответственность дейді ғой, алып, ары қарай өсіруге, оны жетілдіруге міндетті түрде өзінің қолхатын қойып, яғни сондай кішігірім справкасы болу керек. Ерлі зайыптының арасында, енді ЗАГС болмағаннан кейін сондай келісім шартта болу керексіздер. Себебі әрбір туылған баланың, қыз бала болсын, ұл бала болсын, әке шешесі, туған ата-анасы болу керек. Міндетті түрде оны әрі қарай енді жетілдіріп, өсіріп, адам қылып, азамат қылдыратындай екі жақты тәрбие алу керек ата-анасынан. Сондықтан бұл міндетті түрде осындай шарттарға сәйкес болуларыңыз керек. Және де жылына 1 рет сіздер квотаға іліне аласыздар. Ал квота біз сіздерге тек қана жолдама береміз ғой. Квотаға, мысалы 5-6 репродуктологтан тұратын комиссиядан сіздер өтесіздер. Өткен кезде біз сіздерге міне деп жолдама береміз. Квотаға сіз үміткерсіз деп. Одан кейін ол протоколды сіз алып өзіңіздің жергілікті поликлиникаңызға өткізуіңіз керек. Поликлиника өткізген кезде сол жерде сіздің кезегіңізді айтады. Сіз нешіншісіз, 8-ші, 10-шісіз ба, 1000-шісіз ба деген сияқты кезекке тұрғызады. Сіздің өзіңіздің жергілікті емханаңыз. Одан кейін біз кезекке сіздерді тұрғызбаймыз. Және де сіздердің тағы көптеген қоятын сұрақтарыңыз, қандай анализдер жинау керек. Анализдердің тізімі ол мысалы жатыр түтікшелеріңіздің өтімсіздігі бойынша, трубный фактор бесплодия дейміз ғой, жатыр түтіктік бедеулік бойынша сіз квота алмақшы болсаңыз, онда міндетті түрде гистеросальпингография немесе метросальпингографияның рентген снимақтарыңыз міндетті болу керек. Ол жерде қорытындыда, яғни заключениясында жазылу керек, жатыр түтікшесінің өткізгіштігі жоқ деген, екі жақты. Немесе лапароскопиялық операция жасалынған болса, соның қорытындысы. Ол жерде не жазылу керек? Жатыр түтікшелерінің өткізгіштігі жоқ, немесе алынған, немесе жатыр түтікшелері жоқ деген сияқты осындай қорытындысы болу керек. Ал егер сіздер ерлер тарапынан ерлер бедеулігі бойынша квота алмақшы болсаңыздар, метросальпингографияның қажеті мысалы көрсеткіштер бойынша ғана болу керек. Себебі өте ауыр түрлер кездеседі ғой бедеуліктің. Мысалы морфологиялық тұрғыда 1%-ға дейін төмендеген болатын болса, еріңіздің мысалы спермограммасының, ондай жағдайда сізге қосымша барып жатыр түтікшеңізді тексерудің қажеті жоқ. Тек қана көрсеткіштер бойынша. Сондықтан алдымен біздің қабылдауымызға келгендеріңіз дұрыс, себебі біз ультрадыбыстық зерттеу жасап, аналық бездеріңізде қанша аналық, мысалы фолликулдарыңыз бар екен есептеп, жалпы осы қарсы көрсеткіштері жоқ па деген сияқты толық тексеруден өткіземіз. Мысалы, квотаға қалай іліну керек, ерлер тарапынан болса, біздің андролог, урологтарымыз күнделікті жұмыс істейді. Сіздерге, мысалы, өздерінің консультативті листін беріп, ол жерде жазылып тұрады. Сіздер еріңізге қосымша қорытынды жазып берген кезде ЭКО-ға квота бойынша үміткер болады деген қорытындысын жазып беру керек. Және де тағы да бір айтатын жайт, ол осы квотаға міндетті түрде керек, ол АМГ көрсеткіштеріңіз. Мысалы, АМГ көрсеткіші осы 2021 жылға дейін 2-ден жоғары болатын болса, үміткерлерге, ал биыл оның бәрін жеңілдетіп, 1-ден жоғары қылдырып отыр комиссия, яғни осы шешімі бойынша.
Ал бірден төмен болған жағдайда, мысалы 0,7, 0,8, 0,9 болған жағдайдың өзінде сіздер үміттеріңізді үзбеңіздер. Себебі біздің қабылдауымызға келіп, міндетті түрде ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, біз сіздердің әрбір аналық бездеріңізде қанша аналық фолликулдарыңыз бар екенін есептеуіміз керек. Егер әрбір аналық бездеріңізде 3-тен кем болмайтындай болса фолликулдарыңыз, мысалы оң жақ аналық безіңізде 3, сол жақ аналық безіңізде 3-тен кем болмаса, әрине 5-6 аналық фолликулдарыңыз бар болатын болса, міндетті түрде сіз квотаға үміткер бола аласыз. Бұндай сіздер үшін жеңілдіктер жасалуда, және де осы АМГ көрсеткіші міндетті, егер бірден жоғары болатын болса, әрине сіздер үміткер бола аласыздар. Және қосымша, егер бірнеше рет анамнезіңізде жатырдан выкидыш дейміз, немесе түсік болған жағдайда, дамымай қалған жүктілік болған жағдайда, әрине біз сіздерден талап етеміз, кариотип болу керек. Мысалы 10 жылдап жүктілік болмаса, бедеулік болса, бірақ ерлі-зайыптыларда барлығы жақсы болатын кезде, анализдердің қорытындысы бәрі жақсы болған жағдайда, кариотип міндетті түрде сіздерден сұрайтын боламыз. Себебі кариотипте ақаулар болған жағдайда, мысалы Клайнфельтер синдромы немесе синдром Робертсоновская транслокация дейміз ғой, сондай күрделі бір ақау болған жағдайда кариотипте сіздер үміткер бола алмайсыздар. Өкінішке орай, бұндай жағдайда квота берілмейді. Және де тағы да қоятын бір енді бұрын неке дейтінбіз ғой, енді некені біз міндетті деп қазір қарастырмаймыз. Одан АМГ көрсеткішіңіз, метросальпингография немесе гистеросальпинг көрсеткіштер бойынша, спермограмманың көрсеткіші міндетті түрде, және ультрадыбыстық зерттеу міндетті түрде жасалуы керек. Себебі үлкен, мысалы, миомалар кездеседі жатырда, үлкен кисталар кездеседі, 5 сантиметрден үлкен мөлшері болатын жағдайда сіздер үміткер бола алмайсыздар. Бірінші операция жасап, оны алып тастап, барып үміткер бола аласыздар. Себебі ондай үлкен, сондай 10 сантиметрлікте кездесіп жатады, қатерсіз ісіктер кезінде, ондай кезде үміткер бола алмайсыздар. Тек қана операциядан кейін, мысалы миоманы алып тастағаннан кейін, кистаны алып тастағаннан кейін, эндометриоидтық киста болып жатады, 5-7 сантиметрлік ондайды алып тастағаннан кейін барып сіздер бізге келіп квотаға жолдама сұрасаңыздар болады. Міне, кей сіздердің көптеген енді күнделікті алып жатқан сұрақтарыңызға жауап берген сияқтымын. Және де өте аз авариальды қоры бар қыз-келіншектеріміз, АМГ-сі енді 0,4, 0,2, 0,05 болып келетін қыз-келіншектеріміз бар. Енді жанымыз ашып бергіміз келеді сіздерге квота, бірақ енді квота кешірім өтінем, сонда бір үзіліс болып қалды. Біз енді репродуктолог дәрігер болғаннан кейін бедеулікпен келген қыз-келіншектерімізге көмектескіміз келеді. Барлықтарыңызға квота бергіміз келеді. Бізге енді берілмеген жағдайда ренжімеңіздер. Себебі бізде шектен тыс жұмыс істей алмаймыз. Квота бізге айтты бірден жоғары, ультрадыбыстық зерттеу кезінде 5-6 фолликулдан көп қыз-келіншектерімізге енді азоспермиямен берілмейді деді. Одан мысалы жатыр түтікшелерінің снимогы бойынша өткізгіштігі болмау керек, мысалы жатыр түтіктік фактормен алатын болса, қыз-келіншектер. Сондықтан бізде шектен тыс
жұмыс істей алмаймыз. Заңды түрде сол заңға бағынып сіздерді квотаға іріктейміз. Мысалы, АМГ-сі 04, 05, енді жасы 42-ден асып кеткен қыз-келіншектерімізде келіп квота сұрап жатады. Өкінішке орай 18 бен 42 жас аралығындағы біздің емделушілерге ғана квота беріледі. АМГ-сі 1-ден жоғары, ультрадыбыстық зерттеуде 5-6-дан көп фолликулдар саны, спермограмманың көрсеткіші бойынша олигостенотератозоспермия диагнозымен ғана, азоспермиямен өкінішке орай берілмейді. Және де енді ультрадыбыстық зерттеу кезінде 2-3 қана фолликул болатын болса, әрине сіздер үміткер бола алмайсыздар. Сондықтан біз енді комиссияның шешімі және қабылдауымызға келген кезде де сіздерге айтып түсіндірген кезде осындай өзінің комиссияның талаптары бар, квотаның беретін өзінің заңды түрде берілетін талаптарына сәйкес болу керексіздер. Сәйкес болған кезде ғана сіздер үміткер болып бізден жолдама аласыздар деп біз түсіндіріп жатамыз. Бірақ өкінішке орай кейбір пациенттер енді ренжіп жатады. Біз енді 42-ден асыттық, АМГ-міз 0 болса берілмейді ма, 2 ғана фолликул болса неге берілмейді деп. Енді ондай заңды біз шығарған жоқпыз. Ол шығарылған заң, енді ол заңға біз бағынып жұмысымызды атқарамыз күнделікті. Сондықтан осындай талаптарға сәйкес болсаңыздар, міндетті түрде біз сіздерге квотаға жолдама береміз. Сондықтан біздің емдеушілеріміз осындай сіздерде бедеулік болатын болса, бедеуліктер жылдап, созылып жатса, сәби сүйе алмай жүрсеңіздер, біздің қабылдауымызға келсеңіздер болады. Келе алмаған жағдайда, егер басқа қаладан болсаңыздар, мысалы Павлодар, Өскемен, тағы алыстан келе алмаған Ақтау, Атырау, Маңғыстау облысындағы біздің қыз-келіншектеріміз, ерлі-зайыптыларымыз келе алмаған жағдайда, әрине біз онлайн түрде сіздерге квота береміз. Оны да біз жеңілдетіп, сіздер үшін сіздердің қамдарыңызды ойлап, қамқор болып сіздерге ондай жағдайды қарастырып жатырмыз. Сіздерге жеңілдік ретінде онлайн консультацияны да біз ойластырып, онлайн түрде сіздер біздің ерім парақшамыздың колл-центріне жібересіздер, жаңағы мен айтып кеткен қысқаша өздеріңіздің анамнездеріңізді және анализдеріңізді, ультрадыбыстық зерттеу, АМГ көрсеткішті, спермограмманың көрсеткіші. Көрсеткіштер бойынша кариотип и метросальпингографияның снимігі. Немесе операция жасалынған болса, операцияның бізге қорытындысын жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде жалпылама осы ерім клиникасының репродуктологтары жалпылама қарастырып, сіздерге онлайн түрде жолдаманы береміз. Сондықтан біздің парақшамыздан алыстамаңыздар, міндетті түрде біздің жаңалықтарымызды осы Инстаграм парақшамыздан біліп жүретін боласыздар. Көптеген сұрақтарыңызды жазсаңыздар да болады. Менің өзімнің жеке WhatsApp нөміріме 877-555-0516. Жұмыстан тыс мен әрқашанда жауап беруге тырысамын. Жұмыстан тыс қолым босаған кезде. Және де біздің колл-центрдегі менеджерлеріміз күнделікті жұмыс жасайды. Сіздердің жіберген хаттарыңызды, анализдеріңізді, квотаға деген жолдамаларыңызды бізге әкеліп тұрады. Біз оны қарастырып, егер протокол жолдама беріп жатқан жағдайда сіздермен байланысып, онлайн түрде сіздерге жеткізетін болады. WhatsApp арқылы сіздердің электрондық почталарыңызға да жіберіп жатады. Сондықтан біз әрқашанда сіздерге көмектесуге дайынбыз. Және де сәбилі біздің бақытты отбасыларымыз көбейсін деген мақсатпен сіздерге қол ұшымызды беруге біз әрқашанда дайынбыз. Және де осындай тікелей эфир жүргізіп, өзіміздің Инстаграм парақшамызға посттарды жазып, арнайы осы квота жайлы
және де басқа да тақырыптар жайлы сіздерге көптеген мәліметтер беруге тырысамыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Сіздер сұрақтарыңыз дайын болса, мен барлық сұрақтарыңызға енді тікелей эфирдің соңына дейін жауап беруге тырысамын. Көптеген біздің емделушілеріміз қосылып отыр екен. Өте қуаныштымын. Сұрақтарыңызды дайындап отырсаңыздар, мен жауап беруге дайынмын. Так, бірінші сұрақтардан бастайық. Эко жасату қаншадан дейді. Егер және де мен айтуға ұмытып кетіппін, экоға не кіреді деген кезде суперовуляцияны ынталандыратын біздің фолликулдарымызды өсіретін препараттар кіреді, яғни ол мысалы ганал, менопол деген неше түрлі препараттар кіреді, ол тегін квотаға. Және де пункция жасайтын біздің операциялық енді манипуляциямыз, пункция. Одан кейін ұрықтандыру, оны 5-ші тәуліктен бөлшектенуі, бәрі осы квотаға тегін кіреді. Және де сіздердің жатырдың қуысына тасымалдау, эмбрионды тасымалдау тегін. Сондықтан квота алған жағдайда сіздер тегін жасайсыздар бәрін. Тек қана квотаның алдында тапсыратын сіздердің анализдеріңіз өкінішке орай кірмейді, бірақ жергілікті емханаңызға барып, біз берген тізімдерін бәрін тегін өткізуге болады. Міндетті түрде енді біздің емханамызда немесе басқа да емханаларда ақылы түрде өтудің мысалы міндетті емес. Сіздер тегін өздеріңіздің жергілікті емханаларыңызда өтуге де болады. Саламатсыз ба? Сұрағым, фолликула саны аз, овуляция болмайды, емі бар ма? Енді фолликулдарыңыз өте аз болып кеткен жағдайда бедеуліктің ең бір тиімді емі ол эко. Енді АМГ жоғарыламайды, оның бір сондай керемет бір емі жоқ. АМГ жоғарылап фолликулдар көбейіп кететін. Сондықтан міндетті түрде репродуктолог дәрігердің кеңесіне келіп, қабылдауына келіп, әрі қарай бедеуліктің қандай емі бар деген сияқты сіздің жалпы сұрағыңызға біз жауап беретін боламыз. Біздің қабылдауымызға келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сіздерде донорный эконың бағасы қанша болады? Донорлық эмбрион шығар, жоқ, донорлық ацеттердің бағасы шығар. Донорлық ацеттердің бағасы, ол бір данасы, бір штугы 80 мың теңге. Квотаға және де мен айта кетейін, ол құрсақ ананы алу, және донорлық ацеттерді қолдану, донорлық шәуетті, яғни сперманы қолдану кірмейді. Квотаға ол кірмейді. Сондықтан біздіңде көптеген емдеушілеріміз сұрап жатады, донорлық ацеттерді алсам қосымша мен квота ала алам ба деп. Өкінішке орай ондай мүмкіндіктеріңіз болмайды. Сәлеметсіз бе? Қандай морской фактор бойынша квота алуға болады? Яғни ерлер бедеулігінің ауыр нысандары, факторлары олигозооспермия, астенозооспермия, тератозооспермия деген сияқты, мысалы, қозғалғыштың 25%-ға дейін төмендеуі болатын болса, немесе морфологиясын 1%-ға дейін төмендігі болса, сіздер ерлер бедеулігі бойынша квотаға іліне аласыздар. Сәлеметсіз бе? Жолдасымда азоспермия, менде СПК квота берілеме, мен айтып кеттім, азоспермия мен өкінішке орай биылда, алдыңғы жылдарда ешқашан квота берілмеген. Сондықтан өкінішке орай квотаға іліне алмайсыз. Тек қана
біздің уролог-андролог мамандарымызға келіп, консультация алып, мүмкін операция жасау барысында сперма табуға мүмкіндіктері болып қалар. Сондықтан ол жағын қарастыру керек. Міндетті түрде андролог, урологтардың кеңесі керек бұндай жағдайда. Қатып қалып жатыр ма дейді. Түсінбедім. Гидросальпинс міндетті түрде аштырып бару керек байко квотамен. Енді гидросальпинс бар болатын жағдайда сіздер квотаға іліне алмайсыздар. Гидросальпинсті алып тастау керек. Немесе жатыр түтікшелерін енді қалыпқа келтірілмеген жағдайда, енді гидросальпинстің өзі медициналық тұрғыда жатыр түтікшелерін алынуына алып келеді ғой. Сондықтан бұл жағдайда операция жасап барып, жатыр түтікшелеріңізді алып тастағаннан кейін міндетті түрде бізге квотаға келе аласыз. Қалбаев Айгүл жазып жатыр. Сәлеметсіз бе? Тест беременность қашан көрсетеді? Овуляция 17-ші күн циклда болды. Тест беременность сізге көрсетеді, егер сізде задержка болса, етеккір, мысалы, етеккірдің задержкасы, мысалы, 2-3 күн уже етеккіріңіз келмеген жағдайда сіз тест алып қарасаңыз болады міндетті түрде. Саламатсыз ба? Менде эконың уақыты көп тұр. Не істеймін, менде гепатит С шығып тұр. Енді квотамен күйіп кете ме или жылжытасыздар ма? Жоқ, егер гепатит С болатын болса, міндетті түрде консультация инфекционисттен алу керексіз. Инфекционист егер сізде ондай қауіп жоқ десе, егер өзінің рұқсатын эко, противопоказание эко, вынашивание беременности нет деп, сондай өзінің рұқсатын беріп тұрса, сіздің квотаңыз келіп тұрса, әрине біз сізге квотамен эко жасап бере аламыз. Если у мужа бесплодие, то можно сделать ЭКО. Конечно, если у вас мужское бесплодие, которое я вам только что объяснила, например, олигостенотератозооспермия или тератозооспермия, какой именно диагноз бесплодия, мужского, там же несколько факторов, поэтому вы имеете право быть претендентом на квоту. Сәлеметсіз, менде 2 турбада спайк АМГ 0,79 шығар, квотаға өте аламын ба? Міндетті түрде ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, фолликулдарыңызды көру керек. Қанша аналық безінде 5-6, жалпы саны 5-6-7 болатын болса, міндетті түрде сіз үміткер боласыз. 7 жыл көтермедім, квотаға алмайды, анализдарын жақсы деп, трубка частично бар, проходимость, спермограмма жақсы деп. Жоқ, 7 жыл көтермесеңіз, квотаға неге іліне алмайсыз? АМГ-іңіз төмен болды ма? Егер жатыр түтікшелеріңіз проходимость, мысалы, өткізгіштігі частично деген, мысалы, жатыр түтікшелеріңіздің түтіктік перитониалды фактормен сіз үміткер бола аласыз. Частично проходимость деген ол жақсы проходимость емес. Сондықтан сіз АМГ көрсеткішіңіз қандай, соны айтсаңыз, және ультрадыбыстық зерттеуге, мысалы, келіңіз біздің қабылдауымызға көрейік, үміткер болып жатсаңыз, міндетті түрде сіздерге протокол береміз. 7000 квота деген көп қой, ол барлықтарыңыз үміткер бола аласыздар. Бірақ оны үміткер болу үшін, мысалы, тек қана менде бедеулік деп қана келе алмайсыздар ғой. АМГ көрсеткішін ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, күйеуіңіз спермограммасын өткізіп, сондай бір негізгі 2-3-4 қана бір анализ тапсыру ғана қажет. Ондай бір 10 шақты, 20 шақты анализ өткізбейсіздер сіздер. АМГ бірден жоғары. Әрине сіз үміткер бола аласыз. Сәлеметсіз бе? Квотаға қалай тұруға болады? Мысалы, сіздер біздің қабылдауымызға келесіздер, АМГ, спермограмманың көрсеткішін алып келіңіздер. Әрі қарай, мысалы, ерлер бедеулігі, немесе түтіктік бедеулігі бойынша сіздерге протоколды береміз. Әрі қарай осы біздің алынған протоколды сіздер қайда барасыздар? Жергілікті өздеріңіздің емханаларыңызға барып, өткізіп, сол жерге кезекке тұрасыздар.
Сәлеметсіз бе? Квота қанша күнде дайын болады? Квота, мысалы, сіздер біздің қабылдауымызға келіп, анализдермен толық келіп тұрсаңыздар, біз күнбе-күн сіздерге береміз. Мысалы, мен сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Мысалы, міне, міндетті түрде бірнеше репродуктологтың қолы печатье қойылған, біздің клиникамыздың мысалы клиникамыздағы берілетін жолдама, протокол. Осыны біз күнделікті беріп жүреміз сіздерге. Егер сіздер толықтырып бізге приемға қабылдауымызға келіп, сізде көрсеткіш болып тұрса, үміткер болсаңыз, біз мысалы алдында аптасына бір-ақ рет беретін біз ғой, четверг сайын, бейсенбі сайын. Ал қазір күнделікті сіздер күтпесін квотаны, тезірек кезекке тұрсын деген, тезірек бізге квотасын алып ЭКО жасауға келсін деген мақсатпен біз күнделікті беретін болдық. Сондықтан бізге келген емдеушілеріміз келердің алдында АМГ спермограмм көрсеткіштеріңіз қолдарыңызда болса, міндетті түрде күнделікті сол приемда, сол мезетте сіздерге протоколдарыңызды толтырып береміз. Ал жергілікті өздеріңіздің емханаңызға протокол тапсырғаннан кейін, оның кезегін біз сіздерге айта алмаймыз, біз кезекке тұрғызбаймыз, біз тек қана протокол береміз. Жергілікті емханаңызға барған кезде сіздерді кезекке тұрғызады. Сол жерден сұрайсыздар, сіздер нешінші, сіздер 1000-шы, 500-шісіз ба, 300-шісіз ба деген сияқты, сол жақтан кезектеріңізді сұрайсыздар. Міне, бір айда алдым деп жатыр, кейбіреулер тез алып жатыр. Енді 7000 квота берілгендіктен біз енді үміттеніп жүрміз, сіздер тез келеді екен деп. Бізге де жақсы, сіздер тез келіп ЭКО жасатсаңыздар, 7000 квота деген жақсы ғой ол. Әрбір жанұя, мысалы, өздерінің сәби сүю армандарына қол жеткізіп, тезірек жүкті болып жатса, ол керемет қой ол. Мысалы, біз тек қана қуана сіздерді қарсы аламыз, квотаңызбен тез келсеңіздер. Бірақ біреу бір айда келсе, біреу жарты жыл, біреу 1 жыл күтеді. Сондықтан бізге байланысты емес ол. Біздің жақтан, ЕРМ клиникамыздың, біздің емханадағы жұмыс істейтін репродуктолог мамандарымыз, дәрігерлеріміз күнделікті береміз сіздерге протокол. Тездетіп, онлайн түрде болса да, қабылдауымызға келген жандарға да сіздерге әрқашанда мысалы тезірек беруге тырысамыз. Әрі қарай кезекті сіздер тек қана өздеріңіздің жергілікті поликлиникаларыңыздан сұрай аласыздар. Саламатсыз ба, менің 2 трубкам жоқ, внематочный болған, квота қалай алсам болады? Міне, сізде өзіңізде выпискаңыз бар, операция жасалынған. Внематочный болды, 2 жатыр түтікшеңіз жоқ деген сияқты. Міндетті түрде сіз квотаға іліне аласыз. Тек қана АМГ көрсеткішіңіз керек, жатыр түтікшеңіздің мысалы жоқ екен белгілі, әрі қарай күйеуіңіздің спермограммасын көрсеткішін алып келсеңіз болды. Біз қабылдауда сіздерге тезірек беруге тырысамыз. Саламатсыз ба дейді. Бізді менің көптеген емдеушілерім жазып жатыр, танып жатырмын көпшіліктеріңізді. Менен бірнеше квота алған, онлайн арқылы квота алған қыздарымыз бар екен. Әселер кеш деген, тағы да мында айтып кетсек, сіздердің бүгін көріп отырғандарыңызға рахмет. Тікелей эфирді сондай сіздерге пайдалы болсын, көптеген ақпарат алсын. Себебі әр WhatsApp-қа дайректке жауап беріп кейде үлгермей жатамыз ғой. Сондықтан осы тікелей эфир арқылы сіздердің көптеген жауаптарыңызға, сұрақтарыңызға жауап бергіміз келеді. Мой доктор, милая наша, дейді Усенбаева. Рахмет, жандарым. Прямой эфирді сақтап қоямын, міндетті түрде соңына дейін қарап үлгермесеңіздер, міндетті түрде сақтап осы ЕРМ парақшасынан көрсеңіздер болады, жарайды ма? Сізге болады квота алуға осы клиниканың WhatsApp-ына жазыңыз тездетіп. Біздің 8-771 934-34-34 деген
ерім клиникамыздың колл-центріне жазсаңыздар болады. Біздің менеджерлеріміз күнделікті қарастырып, оның бәрін, сіздердің жіберген анализдеріңіздің бәрін распечатка жасап, біздің қолымызға әкеп береді. Біз қарастырып, міндетті түрде күнбе-күн сіздерге беруге тырысамыз квотаны. Ерім клиникасына звондасаңыз, сізге бәрінді түсіндіріп береді дейді. Рахмет, Әсел Еркеш, маған көмектесіп, сіздердің сұрақтарыңызға жауап беріп жатыр. Біздің онлайн арқылы алған емделушіміздің бірі. Сәлеметсіз бе, менде 2 турбоспайка АМГ 079 квотаға жараймын ба дейді. Алмашка 777. Енді сіз квотаға жарауыңыз мүмкін, бірақ келіңіз, біз көрейік ультрадыбыстық зерттеуді 0,79 бен мүмкін әрбір аналық безіңізде 3-4 фолликулдан бар шығар. 3-4 фолликулдан бар болып, кем дегенде 5-6 фолликул бар болатын болса, сізге квота береміз. Сондықтан келіңіз, көрейік. Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Саламатсыз ба, бәрі жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бүгінгі тікелей эфир сіздерге ұнап жатыр ма? Сұрақтарыңыз болса, қосымша жазыңыздар. Протокол берген неше жылға пайдалы. Жылына 1 рет біз квотаға іліне аласыздар. Мысалы, 1 рет протокол бердік қой, сол өзіңіздің кезегіңізді күтесіз. 1 жылда келе ма, ол 2 жылда келе ма, жарты жылда келе ма? Сәлеметсіз бе, лапароскопиядан басқа трубаны тазалаудың басқа жолдары бар ма дейді. Енді жатыр түтікшелеріңізде, сізде жабыспалы процесстер, спаечный процесс болса, енді лапароскопиялық операция жасатпасаңыз, басқаша антибиотиктер, немесе басқа физио емдер сізге көмектесе алмайды өкінішке орай. Тек қана лапароскопиялық операцияның көмегімен оны ашуға, тазалауға мүмкіндік болады. Саламат, сұрағым фолликула саны аз, овуляция болмайды. Енді өкінішке орай фолликулыңыз енді 2, 3, 4 ғана болатын болса, өкінішке орай сіз квотаға іліне алмайсыз. Оны жоғарылатуға да болмайды, оның сондай бір керемет емі де жоқ, фолликуланың санын көбейтетін, АМГ-ны жоғарылататын. Протокол неше айға жарамды дегенім. Протокол, ол сіздің өзіңіз кезегіңіз келгенше сол жарамды. 1 жылға жарамды, 2 жылға жарамды болуы мүмкін. Квотаны қазір тапсырып, бірақ экоға август айында баруға болады ма? Әрине, сіздің квота мысалы протоколыңыз қазір өткізіп қойсаңыз жергілікті өзіңіз емханаңызға, ол өзіңіздің кезегіңіз августте келетін болса, әрине августте келсеңіз болады бізге. Сіздерде жеке консультация гинеколог қабылдайма. Бізде ерім емханамызда гинеколог-хирург, репродуктолог мамандарымызда барлығы бар. Колл-центрге звондап, қоңырау соғып жазылсаңыздар болады. Анализдер өткеннен кейін квота қанша уақытта беріледі, әлде қалаған уақытқа баруға бола ма? Енді біз мысалы протокол берсек сіздерге, оны жергілікті емханаңызға тапсырсаңыз, сол жақта кезекті сұрайсыздар ғой. Кезекке байланысты. АМГ көрсеткішін сіздер кез келген етекірдің күні тапсыра аласыздар. Оны етекірдің 2-ші күні тапсыру керек деген міндетті емес. Кез келген күні тапсырасыздар. Спермограмманды біздің ерім клиникамызға звондап, колл-центр арқылы жазыласыздар, 3 күн жыныстық қатынасқа түспей, еріңіз тапсырады спермограмманы. Бірақ күнде дайындалады. Сондықтан квотаны тез алуға болады. Спермограмма 1 күнде дайындалатын болса, АМГ көрсеткіші бірақ күнде дайындалады. Келесі күні көрсеткішпен біздің қабылдауымызға келіңіздер, ультрадыбыстық зерттеу жүргізіп, сол күні сіздерге квота береміз. Сәлеметсіз бе, кариотип міндетті түрде керек пе? Бұрын ерім 2017 жылы эко жасатып қызды болды. Ол кезде кариотип тапсырмағанмын. Жоқ, егер анамнезіңізді өзіңіздің бір дені сау, 1-2 кем дегенде дені сау балаңыз болатын болса, кариотип міндетті емес. Егер мүлдем жүктілік болмаса, жылдап, мысалы 10 жыл бедеулік болса, және де анамнезіңізде
түсік болған жағдай, даммай қалған бірнеше 3-4 рет жүктілік мысалы даммай қалған болатынбыз, кариотип міндетті түрде тапсыруға тура келеді. Адамдар қиналып жатса, сіз неге күлесіз? Алланың сынағы ғой бұның бәрі. Асемаға деп жазып жатыр. Асема енді бұл пациент өзі тікелей эфир көріп қуанып отырған шығар. Енді басқа бір мұнда пациенттер күліп, мазақ қылып отырғанын көріп тұрған жоқпын. Кешірім өтінеміз. Асема жауап берсеңіз болады Алмашкаға. Бедеулікті қалай анықтайды? Егер бір жыл ішінде ретті жыныстық қатынас кезінде ешқандай да бір контрацептивтік іс-шара қолданбаған жағдайда, ерлі-зайыптыларда мүлдем сәби сүймеген жағдайда, жүктілік болмаған жағдайда бедеулік диагнозы қойылады. Сәлеметсіз бе, менің дәрігерім дейді. Ақтауға сәлем, Баян сәлем сізге. Қуаныштымын сізді көруге. Жүктілігіңіз қалай өтіп жатыр? 2 трубкам жоқ, внематочный болғаным. Квота алалам ба? Әрине, 2 жатыр түтікшеңіз болмаса, сіздер жатыр түтіктік факторы бойынша үміткер боласыз. Егер АМГ көрсеткішіңіз қалыпты болса, жаңағы бірден жоғары болатын болса. ХГЧ 676 болса көтерген. Құттықтаймын, көтергенсіз, жүктісіз. Сізде тексеру ақылы. Бізде қабылдауымыз УЗИмен бірге, бірінші рет қабылдауымыз 13 000 УЗИмен бірге болады. Сәлеметсіз бе, менде сентябрьде 23 күні нематочный болды. 10 жақтағы трубканы алып тастаған, сол жақтағы бар трубам бар, мен ала аламбау квота. Енді сіздер қараңыз, сентябрьде болды, Сентябрьден бері сол бір жатыр түтікшеңізбен көтере алмай жүрсеңіз, әрине сіз бізге сол бір жатыр түтікшеңіз ғана қалды ғой. Үміткер боласыз түтіктік фактор бойынша. Келіңіз, біз қарастырып сізге квота беруге тырысамыз. Пролактин мен тестостерон АМГ-ға жатады ма? Жоқ, АМГ деген ол бөлек гормон. Саламатсыз бе, донордың спермасына қанша ақша алынады инсеминация істесек дейді. Инсеминацияның бағасы 35 000 теңге, донорлы сперманың бағасы бір порциясы 50 000 теңге біздің ерім клиникамызда. Инсеминация қанша теңге? 35 000 теңге. Диагностикадан сіздерге барып диагностиканы өту үшін етекі жоқ кесе баруға бола әрине. Әлде міндетті түрде етекір келген кезде жоқ. Жай біздің қабылдауымызға келем десеңіз, тексерілуге кез келген күні келе берсеңіз болады. АМГ неше айға жарамды? АМГ 1 жылға жарамды. Кариотип 2015 жылғы боламы? Кариотип өмір бақи бір-ақ рет тапсырылады. Оны жылда тапсырудың қажеті жоқ. Өмір бақиға жарайды. Бір-ақ рет тапсырады адам деген кариотипті. Ол өзгермейді ешқашан. Қалай сіз туылдыңыз кариотипіңізбен 46XX, 46XY, сондай болып қалыпты да болу керек. Инсеминация қандай жағдайда жасалынады негізі? Инсеминация менің парақшамда көптеген посттарда, видеода, тікелей эфирде сақталған инсеминация бойынша. Ол жатыр түтікшесі міндетті түрде ашық болу керек, АМГ көрсеткішіңіз қалыпты, авариялдық қоры сақталған, және спермограмма көрсеткіші жақсы болса, инсеминация 10-15% сізге көрсеткіш енді тиімділік көрсетіп, сіз жүкті бола аласыз инсеминациямен. Пенсионный накоплениемен эко жасауға қашан болады? Енді өкінішке орай, Сәуле, бұл сұрақ енді под вопросым болып тұр әлі, сұрақ белгісі болып қалып тұр. Қазіргі таңда бұл енді әлі қабылдау, бұл шешілмеді бұл сұрақ. Себебі пенсионный фонд арқылы эко жасауға болады деген сондай үкімде шығарылды ғой. Бірақ қазіргі таңда әлі қарастырылып жатыр бұл сұрақ. Етекір уақытылы келіп тұрса, гормонда өзгеріс жоқ па?
мүмкін, бірақ ТТГ, пролактин, егер бедеулік болатын болса, гормональды статусты тексеру міндетті. Сіздерге лечениеге бару үшін алдын ала жазылу керек пе? Әрине, бізде күнделікті қабылдауымыз толып тұрады, сондықтан барлық емдеушілеріміз Ақтаудан келіп, Атыраудан келіп, Талдықорған, Павлодар деген сияқты Қазақстан бойынша келетін, шетелден келетін пациенттеріміз де аз емес бүгінгі таңда, сондықтан бәрі алдын ала жазылып келеді. Живой очередь деген бізде жоқ, себебі кіру мүмкін емес. Күнделікті пациенттеріміз тола келеді, алдын ала бәрі жазылып. Қалай барамыз? Біздің колл-центр арқылы жазылып келсеңіздер болады. 8-771-934-34-34 колл-центрдің номері. Сіздер онлайн консультация жүргізесіздер ме? Әрине, біздің колл-центр арқылы 8-771-934-34-34 телефон арқылы онлайн консультацияға жазылсаңыздар болады. Біз міндетті түрде күнделікті өткіземіз. Сәлеметсіз бе? Сіздерде гистероскопияға квота бар ма? Гистероскопияға да биылға көптеген квота берілді. Сондықтан келіп, немесе колл-центр арқылы хирургтармен сізді қосса, сіздерге хирургтар жауап береді. Қанша квота бар, нелі, қай күнге квота бар екенін сізге толық осы мәлімет бере алады. По мужскому фактору квота бар ма? Әрине бар, айтып кеттім. Азоспермиямен ғана квотаға іліне алмайсыздар, ал басқа түрі бойынша квотаға ілінуге мүмкіндіктеріңіз бар. Мартез төмен болса квота беріледі ме? Мартез төмен болса да, бұндай жағдайда біздің уролог-андрологтарымыз қарастырып, квотаға жолдама беріп жатырмыз. Мен сізді жақсы көремін, Айолым Берікболқызы, керемет жансыз дейді Әсел. Рахмет. Осындай жылы лебіздеріңізге рахмет. АМГ 9 нормально. Әрине, АМГ өте жақсы сіздің АМГіңіз. Фолликулдарыңыз көп деген көрсеткішті көрсетіп отыр. Гистероскопия квота бар ма, аламыз ба? Әрине аласыздар. АМГ 9 жақсы, шикарно деп жаз қойыпты Динара, молодец. Гистероскопия квота, бұл сұраққа жауап бердім. Хирургтардан сұрайсыздар, міндетті түрде сіздерге жауап береді. Азоспермия күйеуімде болса квота бермей ма сонда? Енді өкінішке орай азоспермияны кіргізген жоқ квотаға, ол біздің шешім емес, оған бізге ренжудің қажеті жоқ. Азоспермиямен квота биыл берілмеді, мүмкін келесі жылы беріп қалар, бірақ биылға жоқ. Донорлық эко бағасы қанша болады? Донорлық эко, ол бір донорлық яйцеклетка алу, ол 80 000 теңге. Сізге кем дегенде 5-6 алу керек. Сондықтан әрі қарай есептеп сізге береміз келген кезде. Қазір тіркелсек қашан барамыз? Қазір тіркелсеңіз, ол мысалы квотаны алып тіркелген кезде сіздің кезегіңіз келеді ғой. Кезегіңіз қалай келе, сол кезекпен келесіздер. Сол кезекпен келесіздер, біз сіздерге тегін эко квотамен жасап береміз. Егер протокол сізден алсақ, телефон өздеріңіз соғасыздар ма? Мысалы, онлайн алып жатсақ, онлайн арқылы сіздерге береміз ғой. Ал протокол бізден алғаннан кейін сіз жергілікті өзіңіздің поликлиникаға өткізесіз. Одан қалай кезегің келеді, солай бізге келесіздер. Дайын болсаңыздар, әрине солардың өздеріңіздің берілген квотаның қағаздарыңызда, берілген квота жолдамаларыңызда госпитализацияның күні жазылып тұрады. Сонымен сіздерді жібереді бізге, жергілікті өздеріңізді поликлиникаңыз. Айтады, квотаңыз міне дайын, енді барып жасатыңыз ерінге деп жібереді. Сосын келесіздер, міндетті түрде жасап береміз. Эфирді сақтап қоямыз. АМГ дегеніміз не? Бұл антимюллерлік гормон, сіздердің авариялды қорыңызды көрсететін гормон. Саламатсыз, квотаға протокол алып өткіздім, поликлиникаға қашан болады екен? 1635 мың дейді.
Енді сіздің кезегіңіз қашан келеді екен, мен біле алмадым. 1600 болсаңыз, сол жақтан сұрағаныңыз жөн болар. Мен онлайн арқылы квота алдым, дейді Әселі. Қолымда протокол бар. Протоколыңыз бар болса, сол протоколды өткізесіз жергілікті поликлиникаңызға. Яйцеклеток жайлы білейін деп едім. Толық қандай сұрақ яйцеклетка жайында? Квотаны облздрав берет, дедім. Вы отвечаете на вопросы, конечно. Задавайте вопросы. На все вопросы отвечаю. Протоколды иерем береді. Динара, рахмет сізге, Мұхтар қызы. Сіз мен жауап беріп үлгермеген сұрақтарға жауап беріп жатсыз. Менде өткізгем. 1 февраль әлі нешінші тұрғанында айтпай жатыр. Нешінші тұрғаныңызда сіз жергілікті поликлиникадан сұрайсыз. Сіздерге міндетті түрде айту керек. Саламатсыз ба? Сұрағым, фолликула саны аз, овуляция болмайды, емі бар ма? 3-4 штук қана. Сізге сол 3-4 штукпен эко жасау керек. Оның емі ешқандай жоқ, одан көбеймейді ғой. Жылдан жылға АМГ төмендейді, фолликулдар азаяды. Динара, Мұхтар қызы, поликлиникаға өткіздіңіз ба, дейді. Менде былтырғы протокол бар, бірақ Ақтөбе облысының кезекте тұрған әйелдер көп. Менің протоколым күйіп кетпейме? Жоқ, күйіп кетпейді, сол протоколмен кезекте тұра беріңіз. Саламатсыз ба? 3 жыл болды, құрсақ көтере алмай жүрмін. Біздің қабылдауымызға келіп, бедеуліктің себебін анықтасаңыз болады. Түтіктік, ерлер факторы бойынша идиопатиялық дейміз, белгісіз генезді біздің бедеулік қоятын болатын болсақ, міндетті түрде сізге квотаға жолдама береміз. Мүмкін тегін экомен сіз жүкті боларсыз. Жасым 20-да. Мүмкін экосыз да өзіңіз көтеріп кетерсіз. Ондай да жандарымыз бізде көп. Сондықтан келіңіз, көрейік, себебін анықтайық. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Өстіп тыңдап, қосылып, сұрақтарыңызды қойып отырсыздар. Мен квота алдым. Сіздерден енді қай уақытта беретінді кім айтады? Жергілікті өзіңіздің поликлиникаңызға барып сұрайсыздар. Вопрос задайте, пожалуйста. Я ваши вопросы не читала. Именно конкретно вопрос задайте, пожалуйста. На все вопросы я ни один вопрос не оставляла без ответа. Саламатсыз ба, маған эко ПГД жасату керек деді, оған квота бар ма? ПГД, CGH деген генетикалық тексеру квотаға кірмейді, оны өздеріңіз қосымша ақылы түрде жасатасыздар. Экодан бұрын гидросальпинс жасау керек па? Егер гидросальпинс болса, эко жасамас бұрын сіздер оны алып тастау керексіздер. Жатыр түтікшесін немесе операция жасау керек қой. 9 АМГ это хорошо. Саламатсыз ба? Сұрағым, фолликула саны аз. Мен сіздің сұрағыңызға жауап бердім ғой енді. Эко жасатыңыз. 3-4 қана аналық жасауша, аналық бездеріңізде фолликул болса өте аз ғой. Сол 3-4 фолликулыңызбен эко жасатуға болады сізге. Квота алсаңыз, сіздерді бізге қайтанан бізге жібереді ғой. Квотамен, сол госпитализацияның өзінің күнімен сол кезде келесіз, біз арқарай сіздерге тегін эко жасап береміз. Жасым 39, АМГ 09 квота алам ба? Квота 42 жасқа дейін алу мүмкіндіктеріңіз бар. Бірақ АМГ 09 болғандықтан ФСГ гормоныңызды көру керек, және де ФСГ гормоныңыз 12-ден төмен болса, әрбір аналық безіңізде УЗИ жасаған кезде 3-тен жоғары мысалы, кем дегенде 3 фолликулдан болатын болса, міндетті түрде 5-6 аналық фолликулмен сіз квотаға іліне аласыз. Приемға бару үшін алдын ала анализдермен барамыз ба? Енді алдын ала анализіңіз, мысалы, АМГ спермограмма көрсеткішін алып келсеңіз,
приемға жеңіл болады сізге. Сразу квота беретін болсақ та, сразу сол приемда бере саламыз. Салам, квота алдық дейді. Квота алсаңыздар, кезектеріңіз келсеңіздер, әрі қарай бізге келіңіздер. Экоға дайындалып жүрген қыздар группасы дейді. Динара Мұхтарқызы сіздерді бір арнайы группа ашып, соған шақырып отыр ғой деме, түсінгенім бойынша. Сәлеметсіз бе? АМГ 9 нормально ма? Көтере алмай жатырмын. АМГ 9 ол жақсы. Ол фолликулдарының саны өте көп. Мүмкін көтере алмайсыз, себебі АМГ өте жоғары болған жағдайда овуляция сирек болады. Мүмкін мягкая стимуляция дейміз ғой, аз ғана препараттардың көмегімен сіздердің овуляцияларыңызды келтіріп барып, сіз көтеріп кетерсіз. Сондықтан біздің қабылдауымызға келіңіздер, біз көрейік әрі қарай. Мүмкін стимуляция беру керек шығар сізге. Сондықтан овуляцияңыз жоқ шығар, овуляцияны келтіру керек шығар. Сондықтан қабылдауымызға келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Сәлеметсіз, мен квота алдым, циклда кел деді. Врач анализдерім дайын. Сіздерден қандай тактика болады дайын анализдермен барсам? Мысал, квота алдыңыздар, етекірдің 2-3 күні басаймыз эконы. Сол кезде тегін препараттарды, стимуляция, пункция, жыратырға қос, эмбрион тасымалдау бәрі тегін жүретін болады. Тек қана анализдеріңізді өздеріңізді жергілікті поликлиникаға барып өткізіп, бізге жинап алып келсеңіздер болды тізім бойынша. Қалған жұмыстың бәрі тегін болады. Мен де барғым келеді экоға дейді. Базаргүл, келіңіз, біз сіздерді күтеміз. Біздің тікелей эфиріміздің соңына дейін азақ уақыт қалыпты. Сондықтан тағы сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Үлгергенше жауап беремін. Үлгермеген жағдайда сіздер біздің директ немесе WhatsApp нөмірлерімізге жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауапсыз қалдырмаймыз, жауап береміз. Ерімнен обследование өттік, жолдасым екеуміз де барлық анализ тапсырдық, бәрі жақсы деді. 3 жыл болды, құрсақ көтере алмай жүрмін. Сал тек дейді. Сіздер идиопатиялық, мүмкін бедеулік қойылған шығар, Бұндай диагнозбен биыл сіздер квотаға іліне аласыздар. Сондықтан протокол алуға келіңіздер. Саламатсыз ба? Мен 3 жыл құрсақ көтере алмай жүрмін. Не істесем болады? Біздің қабылдауымызға келіңіздер. Міндетті түрде көтеруге, сәби сүюге сіздерге көмектесеміз. Квота алдық дейді, етекірдің 2-3 күні келе беріңіз жазылып. Сіздер егер қазір анализдеріңіз бәрін дайын болса, етекірге дейін келіп, бір тексертіп алсаңыздар да болады. Мысалы, эко бастамай тұрып. Немесе 2-3 күні келіп, эко бастап кетсек те болады. Сіздер тек қана анализдеріңіз дайындап қойсаңыз болды. Сәлеметсіз бе? Менің жасым 35-те, АМГ 1,72 нормама. 35 жасы, АМГ 1,72, сіз квотаға іліне аласыз, үміткер боласыз. АМГ 0,9 ол уже төмен бе дейді, квота беріле ме? АМГ-іңіз төмен, әрине. Бірден төмен болып тұр. Квотаға ілінбеуіңіз бізге ол ультрадыбыстық зерттеу барысында ғана сізге айта аламыз. Мысалы, әрбір аналық безіңізде айтып кеттім, 3-тен кем болмаса болды. Мысалы, 5-6 жалпы қосқан кезде аналық бездеріңізде фолликул болса, сіз үміткер бола аласыз. 0,9 болса да. Кейбіреулерде мысалы АМГ-сі 1-ден жоғары көрсетіп жатады, 1,7, 2 көрсетіп жатады. Бірақ ультрадыбыстық
кешірім сұраймын, кішкене үзіліп кетті ғой деймін, кейде сол АМГ бірден жоғары көрсетіп жатады, 2-3 деп көрсетіп жатады, бірақ біз тек қана АМГ-ға ғана қарамаймыз ғой, ультрадыбыстық зерттеу жүргізген кезде 1-2 ғана фолликулды ғана көреміз. Ондай біз жандарға енді квота бере алмаймыз, АМГ-сі бірден жоғары болғанмен. Сондықтан сәйкес болу керек УЗИ мен АМГ. Трубканың екеуі де бітелген болса, эко жасау үшін трубканы алып тастайды ма? Жоқ, эко жасау үшін трубканы алып тастамаймыз. Тек қана егер гидросальпинг болатын болса, ішінде қабыну процесінен пайда болатын сұйықтық болатын болса, жатыр түтікшелеріңіз, сол кезде ғана жатыр түтікшелеріңізді өтініп алып тастауға, операцияға жібереміз. Сондай жағдайда. Атак жай өзі өтпейтін болса, өткізгіштігі жоқ, бірақ ешқандай қабыну процесі жерде гидросальпинг болмаса, оны алып тастаудың қажеті жоқ. АМГ төмен болса, квота берілмейді, өкінішке орай. Егер 1-2-3 қана фолликул болатын болса, әрбір аналық безіңізде одан квотаға іліне алмайсыз, өкінішке орай. Күйеуіммен келгенде ол неше күн болады? Енді стимуляция басынан аяғына дейін 14 күнде, 20 күнде алады ғой подсадкамен бірге. Бір трубкаңыз бітелген, екінші трубкаңыз ашық деп метросальпингография арқылы көрсетілген болса, бірақ жылдар бойы сіз көтере алмаған болсаңыз, квотаға үміткер бола аласыздар. Келіңіздер, ондай жағдайда да квота беріп жатырмыз. Сізде, мысал, АМГ 9 болатын болса, овуляция болмаса, сіз квотаға үміткер бола аласыз қой. Поликистоз болса, мультифолликулярный яичник, мысалы, анавуляция болатын болса, сіз квотаға үміткер бола аласыз. Келіңіз. Кесір тілігімен 2018-де екіншісін өзім босанған едім. Маған негіз эмбрион салуға бола ма? Ашым балжан, өкінішке орай енді кесір тілігімен мүлдем 2 эмбрион салуға тыйым салынады. Болмайды. Тек қана біреу ғана. Протоколдарыңыз, кезектеріңіз келгенше ғана жарамды. Егер протоколыңызда 6 ай, 1 жыл деп жазылмаса, ол сіздің кезегіңіз келгенше жарамды. 1 жылға, 2 жылға. 6 клетка бағасы қанша тұрады дейді. Енді 1 клетканың бағасы 80 болатын болса, 80 мың. 480 мың болады. Азоспермиямен квота беріледі ме дейді. Бұл сұрақтарыңызға жауап беріп кеткем. Азоспермиямен өкінішке орай квотаға іліне алмайсыздар. Берілмеді биылға. Частичный проходимость болса экоға жата ма? Частичный проходимость дейді по МСГ-да, бірақ жылдар бойы сіз көтере алмаған болатын болса, жатыр түтіктік перитонеальдық фактор бойынша сіз үміткер бола аласыз. АМГ 0,94, ол норма ма? Жоқ. Норма АМГ-ның көрсеткіші 2-ден жоғары. АМГ 0-ден аз бола ма? АМГ 0 болса, ол үміткер бола алмайсыз, Венера. Фолликул жоқ деген сөз ғой, онда АМГ төмен болса, 0 болса, квотаға іліне алмайсыз. Сондықтан көрермендеріміз, біздің ерім парақшамыздың емделушілеріміз, біздің пациенттеріміз, бүгінгі тікелей эфир сіздерге енді пайдасы мол деп ойлаймын. Сіздер осы тікелей эфиріміздің аяқталуымызға өте аз минут қалды. Сақтап үлгеру үшін мен қазір тамамдайын. Сіздерге тілерім тек қана жақсылық, сәбейлі, бақытты отбасы болыңыздар.
сіздерде маған көптеген ақ тілектеріңізді тілеп жатырсыздар. Биыл енді 7000 квотаның барлықтарыңыз үміткер болып алсаңыздар екен дейміз. Барлықтарыңыз көтеріп кетіңіздерші. Барлықтарыңыз сәбилі болыңыздар. Енді сондай мемлекет тарапынан да сіздерге енді көмек ұшын беріп жатыр, тегін экоға. Бізде мысалы қол ұшымызды береміз. Бүткіл коллектив бойынша ИРМ, Тамара Муфтаховна бастаған осы экоцентріміз сіздер үшін өте біз енді көмектесуге әрқашанда қол ұшымызды бергіміз келеді. Сондықтан келіңіздер, протокол алуға келіңіздер, күнделікті беруге біз тырысамыз. Барлықтарыңызға енді беруге тырысамыз. Енді қандай жағдай болмаса да, бірақ бізді де түсінуге тырысыңыздар. Бізде сол заңға бағынып жүрген репродуктолог дәрігеріміз, кейбіреулер ала алмаған жағдай жандарымыз, 43-тен асқан қыз келіншектеріміз, АМГ-сі 0 болып қалған қыз келіншектеріміз енді ренжімейсіздер. Енді бізде өзіміздің жұмысымызды атқарып отырған дәрігеріміз, әйтпесе барлықтарыңызға бере салуға мысалы дайынбыз ғой. Ол міне АМГ 0 болса да экоға квота беріңдер деп айтса, әрине береміз. Бірақ өкінішке орай ондай заң шыққан жоқ. Сондықтан мысалы азус пермиясы бар ерлі-зайыптыларда ренжімейсіздер. Себебі заңды түрде ол биылға квотаға кірген жоқ ол диагнозбен. Сондықтан басқа да енді ақылы түрде болса да эконың көмегі зор. Көптеген жандарымыз сәбилі болып жатыр. Бізде көріп жатсыздар, енді Инстаграм парақшамыздан да күнделікті сәбилеріміз көбейіп жатыр. Мен сіздерге тілерім тек қана осы сәбилі болыңыздар, үміттеріңізді үзбеңіздер. Бақытты, сәбилі, осы отбасы болуларыңызға әрқайсыларыңыз лайықтысыздар. Сондықтан кездескенше сау саламатты болыңыздар. Мен сіздерді өзімнің қабылдауымда күтемін. Сау